Байлар да жылайды. 5 бөлім. Сәкеңнің үндемей жүргенін түсінемін, бірақ жұрттың еркектері жалмаңдап тұрған соң қайтейін. Өйткені соңғы айларда еркек біткеннен аяқ алып жүруден қалдым. Қайда барсам да, қайда отырсам да сол бір сұрақ. Қарындас, таныссақ бола ма? Қарындас, сұлу екенсіз. Қарындас, номер беріңізші. Тағы да сол сияқты сөздер. Тіпті енді біреулері аңдысып бітті. Еркек дегенде ес болмайды дегені рас екен. Қымбат көлікпен қымбат киім киген қызға еркек атаулыда өш болатынын енді ғана түсінгендеймін. Сорлылар, осындай бай әйелім болса жатып жесем деп ойласа керек. Бірақ осыншама байлықтың кілті қазірше менің қолымда емес екенін қайдан білсін? Ал менің көздегенім қалай да осы кілтті өз қолыма алу. Ол үшін мына Сәкеңнің аяғына тұсау байлап, мойнына құрығымды салуым керек. Міне, бұл менің бірінші ойлағаным болса, екінші және үшінші ойлағаным да бар. Біз қазақта бұрыннан қызды алып қашу дегенде бар. Ол да бір себеп. Ойда жоқта бір тентек тақымға басып өңгеріп кетсе қайтпекпін. Онан қалды десеңіз, құрбыларымнан да кеш қалғаным бар. Алды бала сүйіп, тіпті кейбірінің балалары мектеп табалдырығын аттап жатыр. Бұл негізі арамыз алыс болғанымен ұялы байланыс пайда болғалы күнделікті естіп отыратын жайымыз. Міне, осының бәрін ойлай келе көктем жетті. Алып қала ақ ішігін тастап көкке орана бастады. Осылайша менің де үйге барып келсем деген күнім жақындай түсті. Өйткені осы наурыздың басында Асқар таудай әкемнен айрылғаныма тура 3 жыл толады. Ауылда қалған 2 інім мен 1 сіңлім анам бар. Оларды көрмегелі міне жарты жыл болған. Сондай-ақ туған жерге деген сағынышым тағы бар. Мұны өткенде осы Сәкеңе айтып жеткізгенмін. Сондағым мен кетем десем не дейді екен деп Сәкеңнің де ойын білгім келген. Бұл кісі не десін? Қарсы бола қоймаған. Негізі мен кетпейсің, кетпейші деген сөзді естігім келген. Алайда оны айтатын Сәкең бе? Мен ондай сөзді күтпегенім де рас. Сол үшін ішкі дүниемде өкпе реніш пайда болғаны бар. Ал әпкетайымның жағдайы айтпасам да белгілі. Соңғы кездері тағы да 2-3 рет ауырып алғаны бар. Былайша айтқанда бірде бие, бірде түйе дегендей. Бұл кісіге жаным ашымайды емес, ашиды. Туған апатайымдай болып кеткен осы келіншектің амандығын Алладан сұрап жүргенімде рас. Негізі менің осы үйге келуіме, тіпті осындай дәрежеге жетуіме осы әпкетайымның тікелей қатысы бар. Өйткені бұл кісі мені ұнатады. Сондықтан да мені өз күйеуіне тең көреді. Тек күйеуден ғана белгі жоқ. Соңғы 2 айда тым болмаса қолымнан ұстап көрмепті. Міне бүгінде сол жағдай. Кафеге кіріп түскі ас ішкен соң қаладағы қымбат дүкендерден киім алуға келдік. Сол баяғы әдетіне басып көлікте қалып тағы да жалғыз кірдім. Енді қайтсам екен, қоңырау соғып шақырсам бекен. Иә, осыным жөн болар. Шақырып көрейін деп қоңырау соқтым. Ау Сабираш, не болды дейді тұтқаны көтеріп. Келіңізші, мына киімді көріп тұрмын. Жараса ма, жоқ па, қарап беріңізші дедім. Ой Сабираш, өзіңе ұнаса болды ғой, ала салшы дейді. Ұнағанда ұнап тұр ғой, бірақ жарасып тұр ма, жоқ па, соны білмей тұрмын. Сіз келіп айтсаңызшы деп қолқа салдым. Мұнымнан өзім ұялып тұрсам, мақұл, қай қабаттасың, келсем келейін демесі бар ма? Мына сөзге төбем көкке жетті. 3-ші қабат, 3-ші деп айқайлап жібердім. Осылайша арадан 5 минут өткенде мен тұрған бутикте Сәкең көрінді. Сатушы қыздың ойы белгілі ғой, оған мына 30 мыңдық киімді сату керек. Ал менің де ойым өзіме белгілі. Мына Сәкеңнің көзіне түсіп сезімін оятуым керек. Енді Сәкеңнің ойы қандай? Міне сол жұмбақ. Жарасып ақ тұр екен, ала салшы Сабираш дейді кірген бойдан. Онан мен қалам ба қолыққа басып ананы-мынаны үсті-үстіне сұрап жатырмын. Бойы қандай, етегі ше, тым келте емес пе, түсі ғой ұнап тұр деймін. Ой Сабираш, саған ұнаса маған ұнағаны ғой, көп ойланбай ала салшы. Болмаса басқасын көр, басқасын ал.
ертең үйіңе барасын, әп-әдемі боп киініп баруың керек. Өйткені сен бізге келгелі үйіңе барғаның жоқ қой дейді. Қуанған сынай танытып мойнынан құшақтай алдым. Менің мұныма сатушы қыз таңырқай қарады. Ана ваша жена дейді Сәкеңе қарап. Сәкең не деді деңіз? Иә, жена дейді сатушы қызға қарап. Көзі аларып кеткен қыз не десін? Демек мындай жас келіншегіңіз барда сіз өте бақытты адамсыз дейді Сәкеңе қарап күлімдеп. Ойбай құрсын, мына қыз жынды ма? Біреудің күйеуіне қарап күлгені несі? Өзім Сәкеңнің иә жына дегеніне төбем көкке жетпей тұрғанда мына қыздың сөзіне ішімді ит тырнап қызғанып кеттім. Содан ақшасын лақтырдым да шығып кете бардым. Соңымнан Сәкең ілесті. Сол жүріспен отырып көлікке жеттім. Көп кідірмей қала сыртындағы үйге қарай жол тарттық. Қызғаныш деген қызыл ит ішімде тулап жатса да үнсіз келемін. Мұнымды түсінсе керек, Сәкең сөзді өзі бастады. Саған не болды, Сәбираш дейді, үндемедім. Жауап бермедім. Жаңадан алған көйлегімді құшақтап отыра бердім. Айтшы деймін, ойда жоқта не болды саған? Көңіл күйің жоқ қой дейді. Енді ол маған басын бұрып. Мен сізді қызғанамын деп айтып салдым. Тап осы сөз аузымнан қалай шығып кеткенін өзім де байқамай қалдым. Енді Сәкең үнсіз қалды. Жақ ашып тіл қатпады. Мен де сөйлемедім. Міне осылайша үнсіз отырып үйге жеттік. Аулаға кіргенде әпкетайым қарсы алды. Таза ауа жұтайын деп далаға шыққанмын. Көктемгі ауа керемет қой иә дейді бізге қарап күлімдеп. Оны көре сала жетіп барған Сәкең иығындағы орамалын жауып әлек. Жан, үйге кірші, күн салқын ғой, суық тиіп қалар дейді қалатының жоғарындағы түймелерін қадап жатып. Міне, мынаны қарашы енді не дейсің? Жаным деп иығына орамалын жауып түймесін қадап өліп барады. Жаңа ғана маған жоламаған еді. Бәйбішені көрді де құрақ ұшты. Қой құрсын, мен бұл жерде қажетсіз екенмін. Осыдан аман-есен ауылға жетсем, мына үйге қайтып аяғымды баспаспын. Осы көрген қорлығымда жетер. Еркек пен әйелінің арасына түсіп жүрген менде де ес жоқ екен. Қап құрғырай, мына елге сеніп тым жақсы жұмысымнан айырылып қалдым-ау деген өкінішпен асыға басып үйге кірдім. Сол кеште көңілсіз болғаным рас. Содан күйбеңдеп жүріп, кешкі асымды іштім де ерте жатып ертесіне бір-ақ тұрдым. Сонымен таңғы шайға отырғанда әпкетайым сөз бастады. Міне, бұл мен асыға күткен сөз еді. Ауылға кетем деп жүретінімді білетін. Сәкең өзі апарып келсе, қарсы болмайсың ба, сіңілім? Өзім де бірге барар ем, бірақ білесің ғой, алыс жолға жарамаймын дейді. Не дерімді білмей қалдым. Бұл сөзге Сәкең де жалт қарады. Сонан соң әпкетайым сөзін қайта бастады. Бірақ бұл сөз енді маған емес Сәкеңе бағытталып жатты. Сәке дейді, осы күнге дейін алдыңды кесіп өтпедім. Жалғыз қарт анаңды сыйлап, отыңмен кіріп, суыңмен шықтым. Менің тарихымды білесің. Өзіңнен басқа тірегім жоқ, қу жетіммін. Сондай-ақ сенің соңыңда да арқа сүйер ешкімің жоқ. Мына қызды бізге Алла бұйырған шығар. Рұқсат болса басын ашып осы жерде сөйлессек деп едім дейді. Мына сөзге аң-таңмын. Сәкең де жақ ашпай үнсіз қалды. Ал шаймен бірге бір таблетканы жұтып алған бәйбіше тілге ерік берді. Сіңілім, жас емессің ғой, сөз төркінін түсінгенде шығарсын дейді. Мына Сәкең екеуміздің екі қызымыздан басқа ешкіміміз жоқ. Оны өзіңде білесің. Бірақ қыз деген қонақ, қыз жат жұрттық деген бар. Оның үстіне енді бала табатын менде мүмкіндік жоқ. Көріп жүрсің, 40 күн ауру, 1 күн сау адаммын. Бір-біріңе үйреніскен шығарсыңдар. Сезім деген кештетіп болса да келе береді. Қысқасы, болашақта Сәкеңді қор қылмайтын бір әйел керек. Сол әйел өзің болсаң деймін деп барып тоқтап қалды. Мына сөзге мен не дейін? Іштей қуансам да ішімдегіні сыртқа шығармай үнсіз қалдым. Сәкең де жақ ашпады. Әрине мұнысына мен қатты қуандым. Өткендегідей тұра қашып, қарсы шықпады. Үзілді-кесілді бас тартпады. Бірақ мақұл деп те құптамады. Осылайша мен асыға күткен күн жетті. Осылайша бәйбішемен тоқал атанатын сәт жақындай түсті.
Енді мен тек ауылға барып келсем болды. Әкемнің садақасын жасап, анаммен жеке сөйлессем деймін. Менің де анам өте ақылды жан ғой, қарсы бола қоймас. Ал Сәкеңді ерте барудың қазірше қажеті жоқ. Әкемдей адамды жетелеп кірсем шошып кетер. Оны алдын ала сөйлеспесем болмайды деп ойлап қалдым. Және де осы ойымды әпкетайыма жеткізгім келіп үнсіздікті өзім бұздым. Мен сізді түсіндім, әпкетай, бірақ мен үйге барып келуім керек. Білесіз ғой, үйде анам бар, бауырларым бар, солармен ақылдасып алайын, сонан соң бір жауабын берермін деп міңгірледім. Менің жауабыма күлімдей қараған әпкетайым жадырап шыға келді. Жүзі жайнап сала берді. Әрине, сіңлім, әрине, сен анаңмен сөйлесіп кел, бірақ сен ол кісімен дұрыстап сөйлес. Мен сені Сәкеңе әперетін болайын. Өйткені бұл ата-бабамыздың салтында бар нәрсе ғой. Біз қазақтар емеспіз бе деп күліп жіберді. Алайда өз күлкісіне өзі жөтеліп барып шашалып қалды. Ал Сәкең болса шашалған бәйбішені арқадан қағып тұра жүгірді. Міне, тап мына көрініс мені тығырыққа қайта тіреді. Маған осындай махаббат иелерінің арасына түсу қажет пе еді деген ой басыма қайта келді. Өйткені қос ғашықтың арасына түсу ол барып тұрған надандық емес пе? Мен бұл жерде тоқал боларым анық қой, ал қазіргі заманда сол тоқалға жақсы ат бар ма өзі? Меніңше бұл жақсылықтың нышаны емес. Өйткені мен бұларға күң орнында болмақпын. Үй тірлігі, ас дайындау, шәй беру, кір жуу бәрі менің жұмысым болмақ. Сондай-ақ екінші қызды көрдім. Онан келер қауіп жоқ дейін. Ал бірінші қызы қандай? Ол бір отырған тажал болмасына кім кепіл? Ала жалда әпкетайым олай-бұлай боп кетсеше, сонан соң қыздар келіп баламды қолымнан алып құйрығымнан бір тепсе, ол да мүмкін ғой. Сәкең бір жай жүрген жесір еркек болса екен, ол бір жөн. Кімді алса соны алсын, өз күнін өзі көрсе болды деп қоя беретін. Бұл тегін адам емес. Мына байлықтың бәрі сөз жүзінде бәйбішеде болғанымен, қағаз жүзінде Сәкеңде ғой. Міне осыны да ескерген жөн. Сол үшін де мен асықпайын. Тым болмаса бизнестің бір ұшын қолыма алайын деген оймен жауапты үйден келген соң беретін боп шештім. Мұнымды құп көрген бәйбішенің қуанышында шек болмады. Тыста жүрген Сәкеңді мақтаған үстіне мақтап жатыр. Негізі әйел тез қартаяды, жас үлкендігі түк емес дейді. Сондай-ақ Сәкең өте салмақты, сабырлы адам, ішпейді, шекпейді дейді. Осындай қып өз күйеуін тоқалына мақтаған әйелді алғаш рет көруім. Қысқасы, осымен менің тағдырым шешілгелі тұрды. Ал арадан 2 күн өткенде ауылға тартып кеттім. Сағынып қалыппын. Бауырлармен анамды көргенде бәрін ұмыттым. Бірақ үстіме киген қымбат киімдеріммен қалтамдағы ақшаны көргенде анамның күдік алғаны бар. Содан болар көңілсіз күйге түсті. Не ойлағанын білмеймін, үрейлене қарай бастады. Шынын айтайын, тек анам ғана емес, ауылда көрген біраз достарым да таңырқап жатты. Өйткені мен байдың бәйбішесі болмасам да тоқалы болуға аз қалып қатты өзгерген едім. Жалғасы бар.